Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз осындай үйдегі бар заттармен оңай әрі тез дайындалатын чебуреки жасайтын боламыз. Ол үшін алдыменен шұңғыл ыдысымызға үй температурасындағы қайнаған 200 грамм суымызды құямыз. Және оның үстіне бір ас қасық тамақ істейтін майымызды құямыз. Және одан кейін бір шай қасық тұзымызды салып, тұзымыз ерігенше оны жақсылап араластырамыз. Тұзымыз ерігеннен кейін суымыздың үстіне жоғарғы сұрыпты 300 грамм ұнымызды салып, қамырымызды илейміз. Ұнымызды алдын ала електен өткізіп аламыз. Міне осылай қамырымызды илейміз. Бастапқыда ұнымыз, қамырымыз шашыраңқы болып, басы бірікпейді. Ондай кезде қамырымыздың үстіне су құймаймыз. Міне осы видеода көріп тұрғандарыңыздай әдемілеп қатты күш салып, ештеңе қоспастан қамырымыздың басын біріктіріп осылай илейміз. Бастапқыда қамырымыз қатты болады, бірақ оны жақсылап күш салып 10-15 минут осылай илеп шығамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің чебуреки дайындау үшін қамырымызға ешқандай жұмыртқа, қаймақ, ештеңе қоспаймыз. Үйдегі бар затпен суымыз, майымыз және ұнымызды салып, осындай қатты қылып қамырымызды илейміз. Міне қамырымызды илеп болғаннан кейін оны салафанға салып 20 минутқа тындырып қоямыз. 20 минуттан кейін жаңағы қамырымызды салафаннан шығарып, тағы да оны илеп қоямыз. Енді оны илеп қайтадан салафанға салып қойып қоямыз да, енді картошкамызды асып қоямыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Міне біздің картошкамыз да пісіп болды. Оның қабығын ашып болғаннан кейін ыстық күйінше оның бетіне сары майымызды, жылы сүтімізді және тұзымызды салып, оны жақсылап майдалап еземіз. Әбден оны ыстық күйінде ессек, қосқан майымыз сол ыстық күйінше еріп, барлығы жақсы араласады. Осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай қайнатылған картошкамызды жақсылап еземіз. Енді қамырымызды дөңгелек етіп формасына келтіріп, бір келкі етіп барлығын бөліп шығамыз. Негізі 30 граммнан бөліп шықсаңыздар, онда барлығы бірдей болады. Егер тапсырысқа жасайтын болсаңыздар, ал егер үйге өздеріңіз жеуге жасайтын болсаңыздар, көз мөлшерде осылай барлығын дөңгелектеп кесіп, оны бір ыдысқа немесе тақтайға қойып, бетін салафанмен жауып қоямыз. Себебі ол қамырымыз қаясып қалмас үшін. Міне барлығын дөңгелек пішінге келтіріп болғаннан кейін осылай дөңгелек етіп қамырымызды жаямыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай қамырымызға ешқандай ұн себудің қажеті жоқ. Кәдімгі пластилин сияқты қамырымыз ешқандай қолымызға жабыспайды. Міне осындай жып-жылтыр әдемі болып жайылады. Ұнның да себудің қажеті жоқ. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып жайылады. Осылай дөңгелек етіп жайып, жаңағы салмамызды салып, оны әртүрлі пішінде, өздеріңіз қалауларыңыз бойынша әртүрлі пішімде түйулеріңізге болады. Мен осылай екі шетін жақсылап бекітіп, оны шанышқымен осылай жасап шықтым. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша екі шетін жақсылап бекітіп шығасыздар. Себебі майға қорған кезде шығып кетпес үшін. Міне көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз да өте әдемі, қолға мүлде жабыспайды, ұнды да қажет етпейді. Осылай дөңгелектеп барлығын жайып шығамыз.
Міне барлық қамырларымызды жайып, салмасын салып, дайындап қойдық. Міне осылай бір ыдысқа салып қойсаңыздар да болады. Енді бұны жақсылап қуырамыз. Алдын ала қыздырылған табадағы майымызға осы чебурекилерімізді салып, астын үстін аударып, қатты қызартпай, орташа қызартып, міне осылай пісіріп аласыздар. Ол піскен кезде өте әдемі болып көпсейді. Міне осылай жақсылап екі шетін аударып, майға қуырып аласыздар. Негізі бұны үй жағдайында осылай түйіп алғаннан кейін морозильникке салып, оны қатырып, арнайы контейнерге салып сақтап қойсаңыздар да болады. Қолдарыңыз бос кезде морозильниктен алып, сәл ертіп жіберіп, майға қуырып пісіре беруге де болады. Полуфабрикат өнімдері ретінде қолдансаңыздар да болады. Міне сонымен біздің чебурекилеріміз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі, қатты көпсеген, жұмсақ, дәмі өте керемет болып піседі. Міне өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай өте дәмді. Менімен бірге жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.